Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Жақсы болса, бүгінгі сабағымызды бастайық, орындарымызға жайғасайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы драматург жазушы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасына арналмақ. Өткен сабақта біз осы шығармамен танысқан болатынбыз. Оқуға үйге тапсырма ретінде осы драманы оқуға берген болатынбыз. Барлығымыз толық оқып шықтық па? Жақсы. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі біздің оқу мақсатымыз 8-2-2-1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Ал сабақ мақсатымыз автор образы мен кейіпкерлер қарым-қатынасын ашу үшін солардың сөздеріне, яғни репликаларға, диалог монологтарға талдау жасау. Келесі, бүгінгі сабақ барысында бағалау критерийлерімен таныстырып өтейін. Бағалау критерийі автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдай алады. Оқушылар, ендеше ұйымдастыру кезеңіне назар аударайық. Кейіпкерлерге байланысты 4 топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші топ бізде Қамажай тобы, екінші топ Омар тобы, үшінші топ Темірбек тобы, төртінші топ Нәзила тобы. Ал ендеше оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада кейіпкерлердің айтқан сөздерін сәйкестендіреді. Яғни қарап отырсаңдар, 4 топ өкілдері Қамажай, Нәзила, Темірбек, Омар. Яғни осы кейіпкерлердің осы жердегі сөздерін анықтаймыз. Яғни сендердің осы тапсырманы орындалу барысындағы дискреттермен таныстырып өтейін. Кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіреді. Ал ендеше оқушылар, бірінші тапсырманы орындауға кірісейік. Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша дайын болсақ, бастайық. Бірінші топ Қамажай тобы дайынбыз ба? Дайынбыз. Қамажай тобы бірінші сұрақ бойынша жақсы жауап берейік. Қамажай тобының жауабы, Қамажайдың сөзі 3-ші қатарда берілген. Теміржан, қой қарағым, сені бөтен деп тойды жасаймыз, дүркіретіп тұрып жасаймыз, ақша деген табылады деген сөз Қамажайдың сөзі. Өте жақсы. Келесі топ Омар тобына. Жақсы. Бұл сөзде Омардың сөзі, ол екінші бағанда тұр. Сонымен тоқ етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі махаббат, тағылар саласында. Қорытып айтқанда, бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес деген ол Омардың сөзі. Өте жақсы. Келесі Темірбек. Темірбектің сөйлемі бірінші қатардағы ничего мамуля. Қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күн бұрын білген қуаныш емес. Ол Темірбектің сөйлемі. Өте жақсы. Келесі топ. Жақсы, Алия, біздің нұсқамыз. Бұл бағанда Назиланың нұсқасы 4-ші бағанда тұр. Яғни мінезім солай. Не тапсам да тілінен тын шығарман. Бірақ себебі келемежек не табам, мен бәрін түсінем деп жүріп, ештеңе байқамағанымына таң қаламын. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой, айтқаным дұрыс болды, шын жүрегінен тілектеспін дейді. Жақсы. Жақсы, оқушылар, біз бірінші тапсырманы дұрыс орындадық. Ендігі кезекте екінші тапсырмаға назар аударайық. Жақсы, оқушылар, ендігі кезекте бірінші тапсырманың жауабымен таныстырып өтейін. Яғни біз осы сөйлемдердің ішінден кейіпкерлердің сөздерін анықтай алдық па, назарымызды экранға аударайық. Бірінші бізде Қамажай тобы болатын. Қамажай тобы 3-ші нұсқаны таңдаған болатын. Теміржан, қой қарағым, сені көтендеп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз, ақша деген табылады. Оқушылар, Қамажай тобы дұрыс тапты деп ойлаймын. Дұрыс тапты ма? Жақсы. Келесі екінші топ бізде Омар тобы. Омар тобының нұсқасы екінші бағанда болатын. Сонымен тоқ етерін айтсам, бақыт дегенің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі махаббат, тағылар саласында қорытып айтқанда бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Омар тобы дұрыс тапты. Келесі 3-ші топ Темірбек тобы. Темірбек тобының нұсқасы бірінші
бағанда болатын, әрине дұрыс тапқан екен. Ничего, ничего, мамуля. Қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күн бұрын білген қуаныш, қуаныш емес. Келесі Назиля тобы соңғы бағанды таңдаған болатын. Жауабы дұрыс. Мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын. Бірақ сені келемеждеп не табам? Мен бәрін түсінем деп жүріп ештеңе байқағаныма таңғаламын. Адам жаның бұл да бір жұмбақ сыры ғой, айтқаның дұрыс болды. Шын жүрегімен тілектеспін деген болатын. Жақсы оқушылар, біз бірінші тапсырманы дұрыс орындадық. Ендігі кезекте екінші тапсырмаға назар аударайық. Ендігі кезекте оқушылар екінші тапсырма, яғни шығарма кетпелеріне үш сөйлем мінездеме береміз. Яғни тапсырманың орындалу дискреттеріне назар аударайық, берілген кетпелерге мінездеме береді. Оқушылар екінші тапсырманың орындалу ретімен тағы да таныстырып өтейік. Енді қазір топтарға қағаз таратамын. Сол топ өкілдері Тамажай, Омар, Темірбек, Назиляға үш сөйлеммен мінездеме жазамыз. Тапсырма түсінікті ме оқушылар? Жақсы. Ал ендеше оқушылар бір-бірлерімізбен ақылдаса отырып, кетпелерге үш сөйлеммен мінездеме жазайық. Бастайық. Жақсы оқушылар, ендігі кезекте екінші тапсырманы аяқтап болсақ, Тамажай тобы екінші тапсырма бойынша дайынбыз ба? Иә, дайынбыз. Жақсы. Әсем, Тамажайдың мінездеме беріп өтейік. Тамажай пьесаның темір қазығы бауырларын өз қамқорлығына алып, тәлім-тәрбие беріп, ана орнына ана болып, аналық махаббатын берді. Жар сүю мен махаббат сезімін ана сезіміне алмастырған әпке бейнесі. Өте жақсы. Келесі кезекте енді Омар тобы, Омардың бейнесін, мінездемесін ашалдық па? Жақсы, Арайлым, Омарға мінездеме беріп өтейік. Омар сөзінен ақ өз-өзіне деген сенімділікті, ақылдылықты көруге болады. Омар әрдайым бауырларын жақсы көрді. Ол ешкімге жамандық жасамайды, тек өз жұмысымен айналысып жүре береді. Жақсы. Темірбек тобына. Бернат. Темірбек әкесін үнемі әрбірге салып жүреді. Кек сақтамайтын адал жан, елге табыс алып беретін еңбекқор жігіт. Жақсы. Келесі төртінші топ Назиля тобы. Зерім. Назиля өмір туралы шешеншілігі қалыптасқан студент. Ерке болса да үнемі атасына жаны ашып, бөлісіп жүреді және өте тәрбиелі қыз. Жақсы оқушылар. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ бойынша барлық оқушылар белсене қатыса білді, тапсырмаларды орындай білді, және де сабақ соңында кері байланысты ой пікірлерін толық жеткізе білдіңдер. Барлықтарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар. Сау болыңдар.